Қаназдық дегеніміз қанның бүкіл мүшелерге оттегін тасымалдау қабілетінің төмендеуінен пайда болатын ауру. Қанның қызыл түйіршіктері, гемоглобин мен эритроциттің азаюы, ағза жасушаларына қажет барлық элементті осы қан арқылы тасымалдайды. Қаназдық ауруының негізгі себептері мыналар: темір, В12 дәруменінің жетіспеушілігі немесе фолий қышқылының жетіспеушілігі. Созылмалы қан жоғалту, етеккір, жаралар, ішкі қан кетулер, немесе тамақтану режимінің бұзылуы, құрамында темір бар тағамдарды аз тұтыну, дәрумен жетіспеушілігі осы себептер болады. Қаназдыққа көбіне қыз-келіншектер мен сәбилер көп ұшырайды екен. Балалардағы қаназдық баланың бойының өсуіне, буындарының қатаюына, тістерінің дұрыс шығуына кері әсерін тигізеді. Қаназдықтың жалпы белгілері мыналар: шаршағыштық, әлсіздік, бас айналу, көздің қарауытуы, қабағымыздың үстіндегі терінің бозаруы, тыныс алудың қиындауы, әсіресе физикалық жұмыс жасаған кезде, жүрек қағысының жиілеуі, бастың ауруы, терінің бозаруы немесе сарғыштануы, ерін және ауыз қуысының құрғауы, тістің қызыл еті қызыл емес ақшыл тартып кетуі, тырнақтың сынғыштығы, тырнақ пен терінің құрғап жарылып кетуі, шаштың түсуі немесе сынуы. Одан бөлек ерекше белгілері де бар. Темір тапшылығы кезінде ауыздан дәм кетіп, кейбір адамдар тағамға емес, кейбір заттарға құмарлық артады. Мысалы, бор, кесек, топырақ жеу, ұн жеу немесе көмір жеу сияқты. Сонымен қатар аяқ-қолдың мұздауы, ұйып қалуы, тіліміздің ұйып қалуы осындай белгілері болады. Қаназдықтың бірнеше түрі бар, соның ішінде адамдардың 90% темір тапшылығы анемиясымен ауырады. Тәулігіне тағаммен бірге 2,5 мг темір түсуі керек. Ал біздің ағзамыздағы қанның құрамында темір 4,5 грамды құрайды. Біз ағзамыздағы темірді азайып кетпеу үшін күнделікті құрамда темірі бар тағамдарды тұтынуымыз керек. Құрамда темірі бар тағамдарды атап өтемін: малдың бауыры, жұмыртқаның сарысы, қара нан, ет, оның ішінде көбіне сиыр еті мен қой еті өте темірге бай, тауық еті, балық, қызылша, анар, жаңғақтар, асбұршақ дәндері, қара құмық, құрма, кепкен өрік пен мейіз, шпинат және брокколи. Анемияны емдеу үшін алдымен анемия ненің салдарынан туындағанын біліп, сол ауруларды емдеу керек. Сонда қаназдық өзінен өзі тұрақталады. Анемияның себептері мен ауырлығына байланысты белгілер әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Диагнозды нақтылау және емдеу үшін дәрігерге қаралу қажет. Анемияны өз бетімізше емдеу өте қауіпті. Сондықтан да аурудың алғашқы белгілері көрінсе, дәрігерге көрініңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.